Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге кабинет налогоплательщика ИСНА жүйесінен өздеріңіздің ИПларыңыздың режимін қалай ауыстыру керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздерге көптеген пайдалы видеолар көрсететін боламын. Ең алдымен осылай кабинет налогоплательщика ИСНА деп Google-ға жазсаңыздар, сіздерге база шығарып береді. Соған кіріп аласыздар ЭЦП ключтарыңызбен. Сонымен ең бірінші подать документы деген батырманы басасыздар осы жерге кірген кезде. Және астына төменге қарай түссеңіздер, 4-ші страницаға өтесіздер. Бұл жерде ең жоғарыда тұрған уведомление деген режим налогообложения деген бөлімге кіресіздер. Подать дегенді басасыздар. Ары қарай сіздерде бір-ақ страница шығады. Бір-ақ страницаны сіздер өздеріңіз толтырасыздар. Ең біріншіде сіздер қандай режимді қабылдап жатырсыздар, сол режимдеріңізді таңдап аласыздар. Егер де упрощенный режим болса, ең бірінші А пунктын таңдайсыздар. Фирминский болса, Б пунктын таңдайсыздар. Ары қарай ООО режимінде бар. Таңдап болғаннан кейін причина деген жерге А пунктын таңдайсыздар. Ары қарай далее дегенді таңдайсыздар. Екі жерге галочка қоясыздар. Выбор деген жерге, я деген жерге галочка қойып, және ИПіңіздің УГД номері қайда, соны жазасыздар. УГД номерді оны сіздер профильдеріңізден көріп аласыздар. ИПларыңыздың УГД-сы қайда, соны жазасыздар осы жерге. Бұл жерге жазып болғаннан кейін сформировать деген жерге сіздерге шығады. Сол сформировать деген жерді басып, ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жібересіздер. ИПларыңыздың режимі ауысқаны жайлы профильден көрсеңіздер болады. Төменге қарай түсесіздер. Ең соңғы жерде режимдеріңіз, ИПларыңыздың режимдері жазылып тұрады. Сол жерде ауысқан датасы жазылып тұрады. 2026-та ауыстырсаңыздар, 2026 деп тұрады. Және налоговый заявление бөлімінде заявкаларыңыз принято деп тұрады, сол кезде ауысқан болады.